Сәлем достар! Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын пияз салынған нанның рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындайтын боламыз. Жылы суымызға 1 шай қасық дрож, 1 шай қасықта тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді еленген ұнымызға құйып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Өте оңай. Дұрыс салғаннан кейін бұны 1 сағатқа қалдырмаймыз. 15-20 минут тұрса жеткілікті. Аздап сұйық май құйып, жақсылап илеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өздеріңізге ыңғайлы етіп илейсіздер. Егер қолға жабысып жатса, аздап ұн сеуіп жібересіздер. Енді 15-20 минутқа қалдыратын боламыз салафанға салып. Енді көк пиязымызды турап алатын боламыз. Укроп қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Ақ пиязды да аздап қостым. Жартысını ғана қостым, барлығын емес. Енді тұз салып, қара бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Майымызды алдын ала алып қоямыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сармай болу керек. Менің сармайым аздап ермегендіктен жағылуы қиындау болды. Сол себепті алдын ала алып қойыңыздар. Енді қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Осылай домалақ етіп, тағы да бір 5 минут, 10 минутқа қалдыратын боламыз. Енді ұн сеуіп отырып, қолын бірінші жақсылап жайып аламыз. Біркелкі етіп, жұқа етіп жайсақ, әдемі шығады. Ұн сеуіп отырып, жақсылап жайып алыңыздар. Жайып болғанымыздан кейін енді сармайымызды сүртіп шығатын боламыз. Егер де ертіп сүрсеңіздер, шеттерінен ағып кетуі мүмкін. Сол себепті бөлме температурасында майды қолданғандарыңыз дұрыс. Менде аздап қаттылау болды. Сонда да жақтым. Енді видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Енді көк пиязымызды жақсылап салып, ортасынан бөліп аламыз қамырымызды. Егер үлкендер болса, сол күйі орасақ қалыңдау болып болып кетіп, арасы піспей қалуы мүмкін. Мен Сол 2 себепті 2-ге қамырымды бөліп да алдым. бірлесіп пісіріп алдым. Енді екінші қамырымызды да дәл солай жайып алатын боламыз.
Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепттерім ұнайды деген ойдамын. Енді тағы да сол листке теріп шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қолымызды үстінен басып жайып аламыз. Жұмыртқаның сарысын сүртіп, күнжіт сеуіп 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттер шығаратын боламын. Видеом пайдалы болған болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Өте дәмді болып шықты. Ыстық, көріп тұрғандарыңыздай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта көптеген рецепттер салатын боламын.